Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл балабақшадағындай өте дәмді бескомочков болып шығатын манная каша пісіретін боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін манная кашаға бізге 3 стакан сүт құйып аламыз. 3 стакан сүтті құйып, қайнағанша араластырып отырамыз. Жиі араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Енді қайнады дегенде шай қасықпен 12 шай қасық манная крупа салатын боламыз. Осындай мелкий струямен салсаңыздар, сізде манная кашаларыңыз бескомочков болып шығады. Және араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қалауларыңызша тұз себуге болады. Тұз сепкеннен кейін жақсылап араластырып, отымызды жайға қойып қоямыз. Осылайша кашамызды 5-7 минут пісіріп аламыз. Және де 2 ас қасық қантымызды салып тағы да араластырамыз. Кашамызда үлкен пузырлар шыққанда, ол дайын деген сөз. Міне осындай болып шықты. Енді отымызды өшіреміз. Міне бескомочков болып шықты. Дәл осындай каша сіздерді үйде жасай аласыздар менің рецептім бойынша. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет.